Ыдырыс Ноғайбаев атындағы номер 18 орта мектебінің 7 В сынып оқушысы Аблез Дамир. Абай 22 қара сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлеймін десем, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде жоқ. Кей байлар өздері біреумен күш таластырамын деп 100 кісіге қорғалауықтығынан малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалындып бердім деп, ақмақтығынан жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайырда емес, мырзалықта емес, өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ. Ерексіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреуі бір пайдама келтіремін деп мырза болып жүрсе, кейбіреуі көне құрым киізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Мықты болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған жалынып, бас ұрып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі де мықты. Жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғаріп қасар бейшараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, бұл момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп, ілерлікте де жайы бар. Енді қалды қу мен сұм. Олар өздері қуартпай, суалтпай, тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс пен билік бұлай тұра тұрсын. Әлбәтті, амал жоқ. Момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп жаға алмай, жарымын беріп, жарымын тыныштықпен баға алмай жүрген ұры, залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямаса, һәм соны тілеуін тілемесе болмайды. Сонан басқаны таба алмадым.